Қайырлы күн қадірменді оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Еңбекші ауылдық кітапханасында мәдени мұра бағдарламасын насихаттау мақсатында ұлттық мәдени мұра ғасырлар куәсі тақырыбындағы кітап көрмесі ұйымдастырылып, мәдениет ұлттың қайнары атты тақырыптағы ақпараттық сағатты назарларыңызға ұсынамыз. Мәдени мұра орны толмас құнды рухани, мәдени, экономикалық және әлеуметтік қазына. Мәдени мұра осы заманғы ғылым, білім мен мәдениеттің де қайнар көзі. Бұл табиғи байлықтармен қатар ұлттық өзін-өзі сыйлауы мен әлемдік қауымдастықты мойындатуына басты негіз болып табылады. Мәдени мұра еліміздің тарихи мәдени мұрасын зерттеуге, сақтауға, жаңғыртуға және тиімді пайдалануға бағытталған кешенді іс-шараларды іске асыруды қамтамасыз ету қажеттілігінен туындаған. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы рухани және білім беруді дамыту салаларындағы негізгі құжат, стратегиялық ұлттық жоба болып табылады. Бойына халқымыздың рухани байлығын сіңіре отырып, ата дәстүрін танып білуге, ардақтауға, құрметтеуге, мақтан тұтуға тәрбиелеу, қазақ халқының салт дәстүрлері мен әдет-ғұрпының тәрбиелік мәнін ұғындыру, халық өнегесін үйрету мақсатында өткізілген әңгімеде халқымыздың ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан салт дәстүрлері дәріптеледі. Мәдени мұра бағдарламасының бабалар сөз сериясы ғылыми басылым. Бұл серияның негізгі принципі шығарманың табылған нұсқаларын жүйелеп, өзара салыстыра зерттеп, оның сюжеті мен жанрлық белгілері туралы толық көрініс беретін мәтінді оқырманға ұсыну. Дүние жүзі халықтарының ортақ рухани құндылықтарын толықтырып, жалпы азаматтық өркениеттің, мәдениет пен әдебиеттің тарихына аса зор үлес қосатын Қазақстан халықтарының, әсіресе қазақ ұлтының мәдени мұралары аз емес. Солардың үлкен бір бөлігі жыр дастандары. Бұл жәдігерлер тарих соқпағының әр кезеңдерінде туындап, авторлары ұмытылған еді. Сан ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа ауызша тарап, халық жадында мәңгілік сақталып қалды.